Каналыма қош келдіңіздер. 2024 жылға арналған таразы жылды жорамал. Қаржы, махаббат, денсаулық, отбасы, жұмыс, мансап, қарым-қатынас, ақша жайында толық түсіндіреміз. 2024 жылы өткен жылдардағы еңбегіңіз бен еңбегіңіздің жемісін көресіз. Сіз лайықты марапаттарға ие боласыз. Сіз өзіңіздің мансаптарыңыз бен тілектеріңізге салыстырмалы түрде оңай қол жеткізесіз. Бұл сізге өзін-өзі бағалауды жақсартады және өзіне деген сенімділікті арттырады. Басқаларға сіз үшін оңай болатындай көрінуі мүмкін, бірақ шындық сіздің жетістіктеріңіз аспаннан түскен жоқ. Олар сізге қажетті қасиеттерге ие болғандығыңыздан, сондай-ақ сіздің жылдар бойы еңбекқорлығыңыз бен табандылығыңыздың нәтижесі. Демалыңыз, енді бірігіп нығайтатын уақыт. Қаржы. Жыл басы сіздің мансабыңызға қатысты жақсы болады. Сондықтан оны барынша пайдаланыңыз. Сәуір айының ортасында Юпитер 6-шы үйге кірген кезде сіздің тағдырыңыз өзгереді. Бұл орын алған кезде сізде екі негізгі таңдау болады. Тәжірибелі әріптестер сізді дұрыс жолға жетелейді деген үмітпен сізге жалғыз тұрып күресуге тырыса аласыз, немесе көмек сұрай аласыз. Жылдың екінші жартысы қарапайым таразылар үшін сәтті емес. Бұл Юпитер мен Сатурнның да орналасуымен байланысты. Сондықтан маусымнан кейін серіктестік құрудан аулақ болыңыз, әсіресе отбасы мүшелерімен. Оның орнына төмен тұруға тырысыңыз және кез келген үлкен жобаларды қабылдаудан аулақ болыңыз. Тәуекелден аулақ болу сізге сәттілік әкелмейді, бірақ мансаптағы сәтсіздіктен аулақ болуға көмектеседі. Махаббат. Махаббатта бұл жылдың ең маңыздысы болады және үлкен өзгерістер болады. Сіз үшін бәрі тамаша болады. Әсіресе мамыр айынан бастап сіз фантастикалық және романтикалық сахнада өмір сүретін боласыз. Егер сіз үйленген болсаңыз, сіз үйленіп бақытты боласыз. Сіз құмарлықпен қарым-қатынас жасау қажеттілігін сезінесіз және сіз құмарлықты қайта жандандырасыз. Сіз шетелге жалғыз сапарға шығасыз. Бұл сізді одан сайын біріктіреді және сіз үшін эпикалық болады. Егер сіз бойдақ болсаңыз, осы жылы сіз шынайы және ұзақ махаббатты уақыт өте келе табасыз. Оны сізге досыңыз ұсынған шығар. Ол шетелдік және өте рухани болуы мүмкін. Сіз үшін оның сіз сияқты ойлауы, оның құндылықтарының бірдей ауқымы болуы және әрине оның руханиятпен айналысуы және де оған қызығушылық танытуы маңызды болады. Сіздің қызыңыз болмаса да, немесе онымен осы жылы танысып, жылдың соңына дейін үйленуге болады. Бұл бір көргеннен махаббат болар еді. Құмарлықпен бірнеше айдан кейін үйленесіздер. Егер сіздің жігітіңіз болса, 2024 жыл сіздің үйлену тойыңыздың жылы болуы мүмкін. Денсаулық. Сондай-ақ біз таразылардың денсаулығында проблемаларды көрмейміз, немесе кем дегенде олар нашарлай алмайды. Әрине, бұл жергілікті тұрғындар фастфудты бір жаққа қойып, тамақ дайындауға қайта кірісу керек. Бұл салмақ жоғалтудың және холестеринді азайтудың ең жақсы тәсілі. Жаттығу бұл жергілікті тұрғындар, әсіресе олар көп қозғалмайтын, отырықшы өмір сүретіндер өміріне енгізуі керек нәрсе. Соңында таразылардың биылғы жылы әр 6 ай сайын денсаулықты толық тексертіп тұру өте маңызды. Сондықтан олар ештеңенің белгілерін сезінбесе де алаңдайтын ештеңе жоқ екенін сенімді бола алады. Жыл ішінде сіз үшін өте маңызды адаммен бірнеше рет ұрысып қалуыңыз мүмкін. Соның салдарынан көңіл күйіңіз түсіп кетуі мүмкін. Көбінесе жағдай біздің күткеніміздей болмай қалады, бірақ бұл біздің мотивациямызды жоғалтпау керек. Өйткені бәрі жоспарға сай бола бермейтін табиғи нәрсе. Өйткені әлемде біз үшін әлдеқайда жақсы нәрсе бар. Әлемнің бір жерінен сіз үшін тамаша адам бар және сіз оны керек уақытта керек жерден табасыз. Некеде таразы картасында. Үйленетіндер көптен бері күткен қызықты, шабыттандыратын және олардың сезімдерін қайтаратын белгілі бір адамды кездестіре алады. Баяу гүлдеген махаббаттың артында бақытты отбасылық өмір жатыр. Отбасы. Таразы 2024 жылды жорамалына сүйенсек, биылғы жылы отбасылық өмір біршама тұрақсыз және қиын болады. Бірнеше жылдан бері сіз отбасылық детоксикацияның белгілі бір процесінен өтіп жатырсыз. Бұл
сіздің үйдегі өміріңіздің қайғылы немесе өте тыныш емес дегенді білдірмейді. Сіз өзіңізге көбірек орын алғыңыз келетінін және оған ие болудың жалғыз жолы өзіңізді отбасыңыздан біраз уақытқа бөлу екенін түсіне бастадыңыз. Бұл сіз үшін жақсы болады. Сіз өзіңіз туралы көбірек ойлай бастайсыз және тіпті өзіңізді жақсы сезінесіз. Осы кезеңнен кейін келетін нәрсе де сіз үшін өте жағымды болады. Сіз әрқашан армандаған тамаша үйде тұру мүмкіндігіне ие боласыз. Сізге енді үзілістердің, даулардың және жаман энергияның тұрақты сәттерінен бастап кешірудің қажеті болмайды. Сіз өзіңізді тыныш және еркін сезіне бастайсыз. Таразы 2024 жылы белгісінде осы жылы отбасының арқасында ол жақсы ақша тауып, сәтті аяқталатын қаржылық мәмілелер жасау үшін тамаша байланыстарды іздеу мүмкіндігіне ие болады. Сіз үшін сіздің үйіңізде өз кеңсеңізді құруға тамаша орын бола бастайды. Тіпті егер 24 жылы сіз жауапты болатын маңызды жобаларды қолға алсаңыз. Сізде сонда өте жақсы жұмыс жасайсыз. Үйіңізге де және оның орналасуына арнауға болатын бірнеше сәттер болады. Оны қайта құрылымдау көп қаражатты да уақытты да кетіретіні сөзсіз. Сонымен қатар осы жыл ішінде елеусіз қалдырмайтын аспект отбасын кеңейту мүмкіндігі. 2024 жыл көптеген зодиак белгілер үшін отбасылық бірлікті көбейту және кеңейту үшін жақсы жыл. Жұмыс. Таразы зодиак белгісі ерекше креативті болып саналады. Сіз мұны 2024 жылғы тағы да дәлелдейсіз. Әсіресе наурыздың ортасына дейін шабыттанып жаңа идеяларды дамытасыз. Ерекшелігі сіз өз жоспарыңызға көбірек құрылым беріп, саналы түрде жоспарлауды үйренесіз. Мамыр айында Меркурий сізге көбірек амбиция береді және сіз өз мақсаттарыңызға жету үшін тынымсыз жұмыс жасайсыз. Көктемде сіз басқаларды сендіресіз және дұрыс шешім қабылдайсыз. Шілденің басында ортасына дейін жылдамдықты азайтып, жаңа күш жинау керек. Өйткені шілденің ортасынан аяғына дейін көп нәрсе болып жатыр. Қырағылық пен табандылық енді алға жылжу үшін маңызды. Оның мансабы шынымен қыркүйек пен қазан айларында қайтадан қарқын алады. Сәттілік планетасы Меркурий сізге керемет табыстар береді және қаржылық жағынан да істер жақсы жүреді. Мансап. Таразылар махаббат өмірінде жарқырап көрінуі мүмкін. Сіздің сүйіспеншілікте жеңулеріңізді таң қалдырады және азғыру өнеріңізге қарсы тұра алатындар аз болады. Енді сіз қалаған адамыңызды ала аласыз. Егер сіз біреуге жасырын ғашық болсаңыз, оны мүмкіндігінше тезірек романтикалық кешкі асқа шақыра аласыз. Сіз олардың жүрегін еш қиындықсыз жаулай аласыз. Таразы 2024 жылдың болжамдарына сәйкес кейбір таразылар өмір бойы күткеннен кейін армандаған адаммен кездесу мүмкін. Басқалар өмірлерінде ескі жалынның қайта тұтанғанын көргенде таң қалады және қарым-қатынастағы жаңа бастаманы неғұрлым жетілген түрде өңдеу қажет болуы мүмкін. Басқа таразылар екі махаббат қарым-қатынасының арасындағы жалғыздық кезеңдерін бастан кешіру мүмкін. Бұл қарым-қатынасты ең керемет рухани аспектілерді қайта қарауға өте ыңғайлы. Сіз өмірлік серігіңізді осы жылдан бұрынғыдан да көбірек жақсы көресіз. Сезімдер дамып, қарым-қатынас әлде қайда жақын және тереңірек болады. Енді сіз қандай тамаша күйеу немесе әйел бола алатыныңызды көрсете аласыз. Сіз серігіңізге толқу, сондай-ақ қанағаттану мен бақыт бере аласыз. Қарым-қатынастар. Жыл басында шешілмеген ескі мәселелерге байланысты шиеленіс болады. Наурызда ауа райы тынышталып, бірлігі мен ынтымағы жарасқан отбасы болып қайтасыздар. Сәуірден маусымға дейін достарыңызбен, отбасыңыздармен көбірек уақыт өткізіңіз. Бұл сізге өте қажет болады. Шілденің басында жақын адамдармен пікірталас шиеленісе түседі. Тамыз айында бәрі тынышталады. Бірақ жаңа оқу жылының басталуымен қиындықтар туындайды және әркімнің таңдауы міндетті түрде бір бағытта жүрмейді. Жылды бейбіт түрде аяқтағыңыз келсе, ымыраға келуге тура келеді. Ақша.
2024 жылдың бірінші жартысында таразылар нағыз роликті серуенді күтуі мүмкін. Бұл тамаша бастама және тамаша идея бірден келесі үлкен шабытқа жол ашады. Өзіңіздің жеке көгілдір сұлулық брендіңіз немесе йога кафесі сізге тек бастау керек. Бірақ іс-әрекетке деген шөліңді сәуір айына дейін сақтағаныңыз жөн. Қалай болғанда да масштабқа көп нәрсе болмайды. Ұйымдастырушылық талант ретінде сіз әзірше 10 қадамдық бас жоспарды жасайсыз. Бұл сенің ісің. 2024 жылдың шілде айының соңында Меркурий таразыға жасай алатын рух береді. Сіз қазір бірінші жобаларды аласыз және оларды істер тізімнен қиып тастай аласыз. Бірақ одан да көп. Қазан айында Меркурийден қосымша батылдықты аласыз. Содан кейін таразылардың ұраны үлкен ойлам. Сондықтан беконға жетіңіз. Жаңа жұмысты алыңыз немесе батылдықпен иттерге арналған сәнді пальтоларды толық уақытты бизнеске айландырыңыз. Жылытқаннан кейін сіз таразы ретінде тоқтай алмайсыз. Басқалар желтоқсанда баяулап кездесулер мен мерзімдер туралы емес. Тағы да басқа көбірек ойласа, таразылар 2024 жыл қайтадан толық драсселге айналады. Сіз қазірден өзіңізге 2024 жылға арналған трендтерді белгілеп жатырсыз және бәрінен алда келе жатырсыз. 2024 жылға осы белгінің астында толған адамдар әдеттегідей өз жұмысында дәл және максималдық бола алады. Бұл кез келген адамды шаршатады, бірақ таразы емес. Сіздің ерекше жігеріңіз бен күш-қуатыңыз жұмыстағы барлығын таң қалдырады. Сондықтан сіз ең жақсы деңгейде болмасаңыз да жауапкершілікті немесе қарама-қайшылықтың күтудің қажеті жоқ. Өйткені бұрынғы теңгерімдеріңізге байланысты уақытша баяулау үшін сізді ешкім жауапқа тартпайды. Тұтастай алғанда биылғы жыл үшін университеттік білім немесе қысқартылған курстар аясында кәсіби деңгейіңізді көтеруге өте ыңғайлы. Одан да алған біліміңізде әрқашан сіздікі болғандықтан және болашақта сізге пайдалы болады. Сондықтан бұл мүмкіндікті жіберіп алмағаныңыз жөн. Өйткені биыл сізде барлық нәрсеге көп күш-қуат болады. Табыстарыңыз одан әрі арттырасыз. Сіз жыл бойы қосымша ақшаға тіпті бірнеше рет сене аласыз, бірақ әрине тегін емес. Мұның бәрі сіздің ауыр және құрбандық еңбегіңіздің еңбегі мен әсері болады. Сонымен қатар, жұмыс қызметкерлер арасында бәсекелестік емес екенін есте сақтаңыз. Сондықтан қажет келсе басқалармен ынтымақтастықта болуға тырысыңыз. Сүйіспеншілікке келетін болсақ, таразы кейде сізді жеткілікті жақсы көрмейтіндіктен емес, сізді алаңдататын немесе қарым-қатынаста ренжітетіңіз кейбір нәрселер туралы айту қиын болуы мүмкін болғандықтан өзін жалғыз сезінеді. Дегенмен олар туралы айтудан қорықпаңыз және өз тілектеріңізді серіктестеріңізден жасырмаңыз. Егер сіз қазір бойдақ болсаңыз, мүмкін махаббатты әдеттегіден басқа жерден іздеу керек екен. Оның үстіне ол қазір өте біртүрлі болғандықтан ол әдеттен тыс жерлерде және уақытта пайда болуы мүмкін. Сондықтан мақсат тактикаңызды азап өзгерту бұрын ешқашан бастан өтіргелмеген тәжірибелер мен жағдайларға ашық болу, содан кейін сізге нағыз кереметтер болуы мүмкін. Егер сізге жылы жорамалымыз ұнаса, оны бөлісу арқылы бізге көмектесіңіз. Біз сізге көп рахмет айтамыз.